Алланы таныған адам бұл өмірде басқаша өмір сүреді, білесіз ба? Өйткені Құран-ы Каримде айтады, Раббысын танымаған адам қандай болып өмір сүреді, білесіз ба? Ол адам, оның өмірі хайуанға ұқсап өмір сүреді дейді. Бейне хайуани өмір сүреді. Хайуани өмір дегеніміз қалай? Мен бұл оны бір ар-намысына тиін деп айтып тұрған жоқпын. Жоқ. Бұл тура мағынада түсініңіз. Хайуани өмір деген сөз тек қана ішіп жем, қу тіршілік үшін өмір болады. Сізде рухани өмір деген нәрсе қалмайды. Адамның жүрегіндегі байлық қалмайды. Сол үшін адам тіпті дүниені тауып тұрса да, ақшаға батып тұрса да жүрегі қысылады. Бір нәрсе жетпейді. Сосын ана бай адам құтыра бастайды деп айтады біздің тілде. Өйткені ол байлық еді, аңсағаны жетті, бірақ қараса ол мынау жүрегіндегі қысылғанды емдеген жоқ. Емдеген жоқ. Сол үшін соны емдеу үшін басқа бір адамның ойына келмейтін нәрселер ойлап таба бастайды. Мысалы дейді, бір бай, бір байдың баласы дейді. Екінші досына айтыпты, екі бай ғой енді. Мен саған $1 миллион кофе істеп бере аламын депті. $1 миллион. Істеп берші десе, $1 миллион алып келіп, соны отын қып жағып кофе қайнатқан дейді. Ерігіп отыр да, сөйтіп күледі. Міне $1 миллион кофесі. Яғни бұл адамды жүрегіне, яғни дүние, сіздің жүрегіңізге тыныштық әкелмейді. Онымен сіздің жүрегіңіз тыныштық таппайды. Құранда айтады, «Әлә бизикриллахи татмаиннул қулуб» дейді. Алланың зікірімен ғана жүрек тыныш болады дейді. Жүректің тыныштығы бұл Алланың зікірімен болады. Алладан қорқу деген мағынаға мен алып келе жатырмын сіздерді. Бірақ сол Алладан қорқу дегенді түсіну үшін адам бұл өмірге неге келгенін деп түсіну керек. Адам байлық жинау үшін келмеді. Атақ мансап жинау үшін келмеді. Көп бала туғызу үшін келмеді бұл дүниеге. Сол үшін Алла тағала адамға біреуіне бар, біреуіне жоқ қылып берді. Даналығы. Біреу бай, біреу кедей. Біреудің денсаулығы бар, біреудің денсаулығы жоқ. Біреудің көзі бар, біреудің құлағы бар. Біреудің екеуі де жоқ. Дәл сол сияқты Алла тағала біреуге иман берді. Біреуден иманды алып қойды. Құдай сақтасын, Алла тағала иманды алып қоймасын. Арапта бір керемет шайыр болыпты. Жұрт сыйлайды екен. Ол кісі сөз сөйлесе, жұрт тыныш, тына қалып тыңдайтын адам екен. Күндердің күні әлгі кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келгенін, сөздерін жеткесін жүрегі тынық адам ғой, бәрібір ақыл ойдың парасатты адам ғой. Пайғамбардың сөзі жете салысыменен бұны дұрыс көреді саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтеді, мен бұл дінді қабылдаймын дейді ғой. Сөйтіп Меккеге келе жатады. Соны қабылдауға Меккеге кіріп келіп, түн болып кетеді, ертең, таңертең барайын деп түнеп отырғанда, сол түні Абу Лахаб, Абу Джахал сынды адамдарға құлақ қағыс жетеді. Пәленше келді Меккеге. Атақты. Неге кепті? Мұхаммедке кепті. Неге? Дін қабылдауға. Болмайды оны өйтуге. Болмайды. Не істейміз? Жүріңдер, барып табайық оны. Барып мүшайра қылады енді. Ақынға мүшайра ғой енді сол. Ал енді ана туралы не дейсіз? Мына туралы не дейсіз деп ол кісі әбден сайрап, өзінің ақындығын көрсетіп. Болғаннан кейін айтады, қараңызшы қандай сондай парасатты азаматсыз. Енді кеп анау біздің әулеттен шыққан ана бір сиқыршыға келіп алданып қалғаныңыз жаман болған екен сіздің. Ол сиқыршы ғой барып тұрған. Жалғаншы ол. Десе жоқ дейді.
айтады, ол кісі некесіз әйелдерге барма деп айтады дейді. Сөйтсе айтады, менің өзі жасым пәленге келіп қалды, мен ол әйел ойлайтын жақта емеспін дейді. Ондай некесіз, онсыз да бармаймын өзі дейді. Мүлде одан тоқтап қалғанбыз. Сөйтсе, бұл айтады, кісіге пайызға ақша берме дейді. Сөйтсе, мен өз байлығым өзіме жетеді, мен кісіге пайыз беріп, пайыз, ондай шаруам жоқ, мен халықтың еркесімін дейді. Бір жерге барып, ау десем, халық үйт тастайды маған дейді. Мен ондайға мұқтаж емеспін дейді. Сосын айтады, бұл бүкіл бұттардың бәрін лақтырып жіберді, бір Алла дегенге бағын деп айтады. Дұрыс нәрсе ғой, бұл ақылды ғой десе. Бұл анау шайыр ғой, кілең андай қызыл жын шайтанның арасында болады деп. Негізі бұл кісі арақты да арам деп жатыр, енді дұрыс емес деп жатыр жан-жағына дейді. Енді ол кезде әлі толық арам болмаған, бірақ арақ ішіп келіп намаз оқыма дейді. Сонда айтады, негізі сол менде сол арақты қойсам деп жүрмін. Мен жасымда көтермейді, бір жағы анау ішіп алсаң ақылыңда кетіп қалады екен. Сонымен ары бері көндіре алмайды. Соңғы үміт. Сіз халықтың еркесісіз. Халықтың қолынан тамақ ішіп жүргенсіз ғой. Сізге бір осы кигеніңізге біз сый-сияпат жасайық. 100 түйе берейік. Сіз осылай қайтып кетіңіз ауылыңызға дейді. 100 түйе. Ойланады. Қызыл түйе ма? Қызыл түйе. Қоспайсыңдар ма дейді. Қосайық. Халықтың еркесісіз. Ақындардың серкесісіз. Ал 50 түйе қосыңыз. Қайтасыз ба? Тағы да қосыңыз. Тағы да қосыңыз, менен 500 түйе алады. Айтады, сіз дейден қазір бізде барымыз осы 150 түйе, қалғанын үйіңізге жеткізіп береміз. Біздің мойнымызда қарызбын сізге. Деп, бірақ сіз бүгін біздің үйде түнейсіз. Таң ертең сізді менің жігіттерім қаладан шығарып жібереді дейді ғой, өздері. Қорқып тұрған, шығарып салмаса, қайтып келеді дін қабылдауға. Шығарып салады ғой. Сол түйесіне мәз болған ақын ауылына түйенің үстіне мініп өлеңдетіп келе жатып, түйесі тайып, мойны қайырылып өлген дейді. Сол дін қабылдамайды. Не бір батырлар болды. Не бір ақындар болды. Не бір үлкен жанып тұрған азаматтар болды. Алла оларға иманды нәсіп етпеді. Алланың несібесі бұл имандылық.